Приветствую, мен Қадыр Мырзалиев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Бейбіт Айару. Менің отаныма менің бастаған атты республикалық шығармашылық жобалар байқауының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша қатысушымын. Жобамның мақсаты Қазақстанның жас әрі талантты спортшысын таныту. Оның жетістіктері арқылы жастарды еңбекқорлыққа баулу, табысқа жету жолына табандылық пен бәсекеге қабілеттілікті көрсету, ел намысын қорғаудың маңызын түсіндіру. Михаил Шайдоров Қазақстанның мәнерлеп сырғанаушысы. Ол 2004 жылы 25 маусымда Алматы қаласына дүниеге келген. Әкесі Станислав Шайдоров Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Михаилды мәнерлеп сырғанауға әкесі баулыған болатын. Михаил бұл спортпен 6 жасынан бастап айналысқан. Тұңғыш тәжірибесін теннистен сырғанаған алматылық мұз айдындарында алған болатын. 2010 жылы балуаншылық атындағы спорт кешені ашылып, Михаил сол жерде жаттығуды бастап, дәл осы жерде өзінің кумирі Денис Тенмен кездескен болатын. Михаил мәнерлеп сырғанаудың кәсіби мансабын 2018 жылы Сочиге көшкен кезінен бастаған. Осы кездер ол Олимпиада чемпионы, яғни қазір жаттықтырушысы Алексей Ормановпен жаттығуды бастаған. Спорттағы жетістіктеріне тоқтала кетсек, ол 2018 жылы жасөспірімдер арасындағы Руссия кубогының күміс жүлдегері. 2018 жылы жасөспірімдер арасындағы Босфор кубогының күміс жүлдегері. 2019 жылы Қазақстан жасөспірімдер чемпионатының жеңімпазы болса, 2020 жылы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы атанды. 2021 жылы Польшада өткен жасөспірімдер Гран-при кезеңінің күміс жүлдегері. 2021 жылы София Трофи турнирінің қола жүлдегері. 2022 жылы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Ал 2025 жылы Денис Тенмен мемориалының жеңімпазы. 4 құрлық чемпионаты Challenge Cup турнир жеңімпазы, Азия ойындарының қола жүлдегері және әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 2026 жылы Миланда өткен Олимпиада ойындарының чемпионы атанды. Неліктен Михаил Шайдоров 2026 жылы Қазақстанның 100 жаңа есімі атану керек? Михаил Шайдоров 2026 жылы ақпан айында Италияда өткен қысқы Олимпиадада мәнерлеп сырғанауда Қазақстан тарихи алтынның иегері және Қазақстан тарихындағы қысқы Олимпиада ойындарының екінші алтын медалін ұтып алған спортшы ретінде еліміздің тарихына енген. Қазақстан тарихында қысқы Олимпиада ойындарын Қазақстан тарихындағы тұңғыш алтын медальді 1994 жылы Норвегияда өткен ойындарда шаңғышы Владимир Смирнов жеңіп алған болатын. Михаил Шайдоров Қазақстанның жетістіктері бар спортшы. Михаил Шайдоров халықаралық жарыстарда Қазақстанның намысын қорғап, жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Бұл еліміздің спортын әлемге танытуға көмектеседі. Екіншіден, жастарға үлгі болатын еңбекқорлық. Ол кішкентайынан бастап спортпен айналысып, күнделікті жаттығу арқылы үлкен жетістіктерге жетті. Ол жастарға мақсатқа жету үшін еңбек ету керектігін көрсетеді. Үшіншіден, Қазақстандағы қысқы спорттың дамуына үлес қосуда. Михаил Шайдоров сияқты жас спортшылар мәнерлеп сырғанау спортын Қазақстанды дамытуға ықпал етеді. Төртіншіден, бәсекеге қабілетті буын өкілі. Ол әлемнің мықты спортшыларымен бір деңгейде өнер көрсетіп, Қазақстан жастарының мүмкіндігі жоғары екенін көрсетті. Және бесіншіден, патриоттық рухтың үлгісі. Әр жарыстарда Қазақстанның туын көтеріп, ел намысын қорғау арқылы отансүйгіштік пен жауапкершіліктің үлесін көрсетеді. Және ол ең жас екінші дәрежелі барыс орденінің иегері. Михаил Шайдоров 25-ші қысқы Олимпиада ойындарының тарихи алтын медалі мен жоғары жетістіктері үшін президент жарлығымен екінші дәрежелі барыс орденімен марапатталған ең жас спортшы атанды. Бұл марапат оның мәнерлеп сырғанауына Қазақстан қаржыны алғашқы алтынды салған ерлігі үшін берілген. Қорытынды, Михаил Шайдоров табандылығы, талантты және жетістіктері арқылы Қазақстанның жаңа буынының жарқын өкілі болып табылатын тұлға. Сондықтан оны Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы енуі керек деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет.